Дамы и господа. Жас лидер! Қайырлы күн достар, бүгін бізде жас лидер форумының екінші күні, ал қазір бізде шағын топтар, яғни балдар квестерді ойнап жатыр. Ендеше бірге тамашалайық. Кеттік. Бірлестік, көмек. Олардың мақсаты бірінен ажырамай, допты қозғалтпай апарып қайтадан салу. Жас лидерге үлкен рахмет, осылай эмоциялар үшін. Вообще просто супер. Жұмбақтың жауабын табуға беттеп жатырмыз. Мінекей балдардың, оқушыларымыздың және достарымыздың керемет шығармаларына куә болып жатырмыз. Проект успешен, то есть достаточно насыщенная программа, которая помогает ребятам не только сплотиться вместе, да, лучше узнать друг друга, но это, кстати, очень важно для ребят в этом возрасте, когда они знакомятся со сверстниками из других городов, из других школ, они потом коммуницируют в социальных сетях, это дружба, это взаимопонимание, это определенная атмосфера и определенный круг людей, которые доверяют, понимают друг друга, это очень важно. Бұл өте қызықты, намды жақсылардың бірі. Вам нужно выразить впечатление от поездки. Мамырдың айлы түні, кеудемесіңді көк шөптің түтіні. Болу керек еді мен бір күні болса, жүргенімде бір күлі. 2024 жылғы кездескен барлық форумдағы жандарға сәттілік пен өмірдегі барлық жақсылықтарды тілеймін. Осы конференциялар арқылы біз өзімізді алға қарай шыңдап, таланттарымызды одан әрі жақсарта аламыз. Жас лидер академиясы мыңда бір рахмет, осындай өткен көптеген мүмкіндіктер сыйлағаны. Әрқайсыларымыз бір-бірімізге жақындап, жылы сөздер айтып, отымызбен бөліссек, толық әлеміміз өзгереді.
В общей сложности мы вот за вот эти вот 2 недели приняли где-то порядка 500 учеников и где-то порядка, наверное, 100 педагогов, преподавателей приехали с ними.